өткенімізде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің өмірінде де болған. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүйікті әйелі Айша анамызға былай деп айтқан: сенің маған ашуланған кездеріңді білем дейді. Қалай деген кезде пайғамбар айтады: сен маған ашуланған кезде, маған риза болған кезіңде дейді, Роббу Мұхаммад деп сөйлесін дейді. Сөйлеген кезде Мұхаммедтің құдайы деп сөйлесін дейді. Ашуланған кезде Роббу Ибрахим, Ибрахимнің құдайы деп сөйлесін дейді. Сонда Айша айтады: иә дейді, мен бар болған атыңызды атамай қоям дейді. Ал қазір атымызды атамай қойып былай тұрсын, қарғыс, сілеп, үйтіп, бүйтіп, ит, мышық, күшік, шошқа түк қалмайтын болды. Бұл дұрыс емес. Бұл өте жаман нәрсе. Қанша ашулансаң да ондай сөздерге қолдануға баруға болмайды екен. Ал енді қарғыс өте бір, ол да себептен себепсіз болмайды. Егер және бір нәрсе естен шығарып қоймайық, егер әйел кісі шын зұлымдық көрген болатын болса, күйеуі әйелін себепсізден себеп ұрып, соғып, зәбірлеп, қақысын өтемей қинап жатқан болса, онда ол әйел қарғақ қойса күйеуіне тиіп кетуі мүмкін. Өйткені Аллах Тағала зұлымдыққа ұшырағанның қарғысын қабыл етемін деген. Бірақтан себепсізден себепсіз қарғау өте үлкен күнәнің қатарына келеді. Кімде-кім біреуді қарғаса, ол адам соған лайықты болса қарғыс істейді, лайықты болмаса қарғыс өзіне қайтып келетінін естен шығармауымыз керек. Сол үшін қолдан келгенше жақсы сөздерді, жақсы тілектерді айтуға барынша мүмкіндік жасағанымыз дұрысырақ болады. Интернетпен қызбен сөйлесуге бола ма? Бірақ ол мені Аллах үшін жақсы көрем деді, бірақ әлі үйленуге әлі ниетім жоқ дейді. Күте тұрса бола ма дейді. Енді және айтатыным осы: интернетпен танысқаннан кішкене сақ болыңыздаршы. Қолдан келсе білетін жаңағы алыстан жаңағы арбалаған жақыннан дорбала дейді ғой. Сол білетін кісілерді осы ойлаймыз. Мынандай ой қалыптасып кеткен біздегі. Ауылдағының ауыз сасық деген сияқты бір не бар да. Жамбылдағы жігіт анау Қарағандағы қыз әдемі болып тұрады да. Қарағандағы жігіт Жамбылдың қызы әдемі болып тұрады да. Жоқ, бәрі бір мұсылмандар, соның бәрі. Сол бәрі бір Құран, бір сүннет оқып жүрген қыздар. Айырмашылық жоқ. Сонда жаңағы ауылдан алыссақ сияқты бір алыстан бір, егер современный техниканы пайдалансақ, керемет қыз тауып қалатын сияқты. Интернет деген сияқты. Қымбат соткамен сөйлессең, қымбат қыз келетін сияқты, сондай көреді. Ондай емес. Сол үшін кішкене бұл жерде өте сақ болыңыздар. Ол жерде жаңағы шынымен шариғатпен қызды әйел кісіге 4 нәрсе үшін үйленеді дейді ғой енді. Ол жаңағы байлығы, сұлулығы, тегі, тақуалығы дейді, діндарлығы дейді. Діндарлығына қараған адам ұтады дейді бірінші орында. Қалғанына қарамасын деген сөз емес, бірінші орында діндарлығын қарау керек. Және бір қыз оқиғаны білем. Бір қыз бала оған бір жігіт сыртынан көреді. Ұнатады да жаңағыны, бірақ қызға айтамайды. Сосын енді не істерін білмей, қыздың телефонын сұрастырып қоймай жүр, біреуден тауып алады. Ана жігіт былай қарасаң, енді оқып жүрген, жаңағы бойы бар, түрі бар, әжептәуір жап-жас жігіт, ана қыз да жап-жас әп-әдемі қыз. Сөйтіп жаңағы қыздың телефонын тауып алып, оған звондапты. Сөйтіп пәленше деп атын атап айтқан ғой, енді сіз мені танымайтын шығарсыз, бірақ мен сыртты сіздан көрдім, ұнатып қалдым. Не десеңіз, қыз бірден телефонын сөндірген. Сонымен мүлдем ол жігітпенен қарым-қатынас жасауды тоқтатқанда, енді ана жігіт түсінбей қалған. Сосын барып басқа қыздар келіп, ана жігіт сізге көңіл алып жүр екен, неге айтпайсың? Ол маған бөтен адамға телефон алып сөйлесті, бұл оның тақуалығын төмендігін көрсетеді, ондай тақуалы төмен адам жігітке мен шыққым келмейді деп айтқан екен да. Айтқанда еркінсіген сайын өз тақуалығымыздың жоқтығын көрсетеміз. Еркінсіген сайын бөтен әйелдің алдында өзіміздің тақуалығымыздың төмендігін көрсеткен болып қалады екенбіз. Сол үшін барынша сақтанған жақсы. Сол үшін Аллах Тағаладан қорықсақ, Аллах Тағала ол бізге жақсысын беретін естен шығармайық. Соны жақсы, жан-жақты өлшеп, пішіп, тәжірибесі бар адамдармен кеңесіп отырып үйленген дұрыс болады. Восточный медицина тамырды ұстап емдеу бола ма дейді. Тамыр ұстап, бар ма? Жаңа ұстап отырып. Пал ашудың кез келген түрі харам, күнә, ширкке алып келеді. Аллах алимул ғайб фала юзгу ала ғайби ахад дейді. Ғайыпты Аллах қана біледі, және өз ғайбын ешкімге әшкере етпейді дейді. Сондықтан ол пал ашуды картамен болсын, құмалақпен болсын, оны жауырынмен болсын, оны жаңа алақанмен болсын, тамырмен болсын, бұл алданбау керек ешқайсына. Ол құрал өзгергенменен мақсат біреу, пал ашып жатыр. Ол күнә. Сондан ол рұқсат етілмейді. Ол нәрсе дұрыс емес. Восточный деп болсын, қандай европейский болса да рұқсат емес. Енді біз сұрақтың бәріне жауап беру мүмкіндігіміз жоқ шығар. Енді бір-екі сұраққа жауап берейік та, одан кейін сіздерден рұқсат сұраймыз.
көрініске дейді, яғни мына театрлық көрініс, ер кісі әйелдің, әйел кісі ер кісінің киімін киіп образын сомдауға бола ма дейді, театрланған көрініске қатысуға бола ма дейді. Бірінші насихат, мүмкін болса ондай нәрсеге қатыспай ақ қойыңыздар, қатты талап етілген нәрсе емес. Екінші, әйел кісі ер кісінің киімін кисе, ер кісі әйел кісінің киімін киетін болса, оған лағнет айтылатын туралы хадис бар. Сондықтан бір секунд болса да Алланың лағнетіне ұшырамауға жолын іздеген дұрысырақ болып келеді. Әйел алсаң, екеуін бір үйде ұстауға бола ма дейді. Әлде екі әйелді бөлек ұстау керек па деген нәрсе екен. Негізі жалпы жағдайы мүмкіндігі болатын болса, мүмкін болса әйелді бөлек тұрғандары дұрыс. Өйткені пайғамбарымыз әйелдердің әрқайсының, енді өзі Құранда хужурат дейді, бөлмелер дейді. Өзінің бөлмелері болған. Егер бөлек ұстауға мүмкіндік болмаса, онда әйел адамдар үйдің ішінде әрқайсының жеке-жеке бөлмесі болуға тиісті, міндетті түрде. Айтқанда әр адам, әрбір әйел өзінше бір әлем. Оның жеке пайдаланатын заттары болады, оның жеке бір сезімдері болады. Сондықтан олар бір-бірінің алдында бәрі қызғаныш деген кетпейді. Сондықтан сол айтқанда екі әйелді бір бөлмеде ұстау дегеніміз бензин мен шақпақ оттың қасында айтқанда қатар ұстау деген сөз да. Бір күні атылып кетсе, еркек өзі күйіп қалады бекерінде. Сөйтеміз, бүйтеміз, сол жерде намаз оқуға бола ма деген сияқты ұғымдар түскен екен. Көмір, шаң, топырақ, лай деген олар нәжістің ішіне қатарына кірмейді. Ол үстіңіз сол жұмыс орныңыз сондай болса, сондай отқан болмаса, ол нәжіс емес, ол жерде намаз оқуға болады. Көмірдің үстінде тұрып та намаз оқуға болады, көмірдің үстінде болсаңыз, топырақтың үстінде де, шөптің үстінде де тұрады, тек қана нәжіс болмаса болды, оқи беруге болады. Содан кейін тайам соғуға бола ма деген екен. Тайам, егер сол жұмыс істейтін орындарыңызда жылы су болып сүртінетін, былай денсаулықты қорғайтын нәрсе болмайтын болса, ол жерде дәрет алсаңыз, шынымен денсаулығыңызға зиян келетін, көзіңіз нақты жетіп тұрған болмаса, ондай жағдай денсаулық сақтау мақсатында тайам соғуға рұқсат етіледі. Бірақ намазды жаңағыдай жинақ кешке барып жағдай жоқ деп үйде оқып жинақтауға болмайды, өйткені намаз уақытысымен парыз етілген. Келесі сұрақ, ашуланып берілген талақ саналмайды дейді. Менің анықтамақшы ажырасқаныма 1 жыл болды. 1 жыл өткен соң маған сен үйленсең зина жасаған боласың дейді. Бұрынғы күйеуім екінші тағы үйленіп ажырасқан. Менің мазамды алады, соны айтып нөмірім ауыстыруыма тура келді дейді. Осындай жағдай өте жиілеп баратыр. Қатты жүрегіңді қынжылтады. Қандай деген жауапкершіліктің жоқтығы деп ойлайсың да. Өзі Құран аяттарында егер әйелді ұстасаңдар жақсытаңдар дейді, жіберсеңдер де жақсы жіберіңдер дейді, қинамаңдар дейді. Фалатазакал муаллақа дейді, жіпсіз байланған қылмаңдар дейді әйелдің құқысын. Оны білгенді істей бересің деген нәрсе емес әйел деген. Сол үшін әйел талақпен неке еркектің қолында болған екен, ол жауапкершілікті түсінеді, ақылы бар деп берілген нәрсе да. Мен өзім өмірімде бір оқиғаны білем. Рият қаласынан Меккеге кетіп барған сапарымда бір машинада бір жігіт екеуміз бірге болдық. Ол енді бір мешітте қызмет атқарады екен, Құранды толық жаттағанда да тура Фатиха сүресі сияқты біледі. Өзі сондай бір тақуалығы бар, жақсы жігіт екен, бірақ түрінен бір мұң, сондай қайғы байқалып тұрды. Екеуміз бір көлікте болғаннан кейін бірнеше сағат әңгіме шығып отырып, кішкене насихат айттық. Ол да өз насихатын айтты. Сөйтіп ұнатқаннан кейін ол маған кішкене сеніп, ішкі сырын айта бастады. Сен мені байқап тұрған шығарсың, көңіл күйім жоқ. Кеше мен әйеліме талақ беріп қойдым деді. Сосын мен естіген екен, мен де жүрегім уайымдап, талақ берген болсаң енді кеш емес шығар, енді сәл не болған шығар, әйеліңді қайтып аларсың дедім. Сөйтіп ол жоқ деді, мен талақ бергенде бір ашуланып не берген жоқпын. Ары көп өлшеп, ары бері қарап өлшеп бердім. Шынымен де екеуміздің былай айтқанда өмір сүру стилімізбенен ойлау стиліміз мүлдем бөлек екен. Егер мен қазір талақты қалдырсам, ол жас қыз ғой, оны бекерге қинаймын. Оны жолын қазірден байламайын, ол мені бекерге қинайды. Сөйтіп екеуміз бірінші қинап өмір сүргеннен гөрі осы шешім дұрыс болады деп ойладым. Сосын мен мүмкін әлі ойланарсың, адам деген өзгереді ғой, тақуалыққа шақырасың дедім. Жоқ, мен осы шешімге қабылдадым деді. Сонымен енді мен оның үйленгенін қалаған едім, бірақ ол сол өзінің талақ бергенде тұратындығын айтты. Енді оқыған білімді бар жігіт екен. Сөйтіп әңгімелесіп жатқан кезде бірақ та ол шынымен де жаңағы талақ берген әйел есіне түсіп көзіне жас келгендей болды. Сөйтіп әңгімелесіп сосын бірақ та жол бойында дұға қабыл болады деген ғой. Мен дұға жасайын, сен де бірге қосылып амин деп отыршы деп менен сұранды. Мен оны не дұға жасайын жатқанын білген жоқпын. Жарайды деп мақұлдап не қылдық. Сонда дұғалай бастады. Әйеліне жасаған дұғасы, Құдай біледі, осы отырған ешқайсымыз шешемізге өйтіп дұға жасап көрген жоқ шығармыз. Ең бар жақсылықты тіледі талақ болып кетіп барған әйеліне. Алла кешір менен кеткен, кемшілік кеткен болатын болса. Мен сенің бір аманат қылып берген бір әйеліңді алып едім, толық сақтай алмай қалдым. Алла, оған менен де тақуа, менен де жақсы, оны ренжітпейтін адам кезігін нәсіп етші, Алла, сұрайым сенен. Алла, ол өте кедей қыз еді, жағдайын көтерші.
оған салиқалы ұрпақ нәсіп етші. Ертең сол ұрпақтары оны ана деп сыйлайтын, бір жақсылық жасайтын ұрпақтар болсыншы деп жарты сағат талақ болған әйеліне тілек тілетті. Кәдімгідей жақсылық ойлады. Сол үшін талақ болдым деген жамандық ойладым деген сөз. Не біреуге бермейсің, не өзің алмайсың, қинап екі ортада әйелді далада қалдыруға болмайды. Талақ бересің ба, дұрыстап талақ бер. Тарақ бермейсің ба, онда дұрыстап ұстау керек та. Не ар емес, не бер емес, ондай батқанда жаңағы беймезгіл жағдайға салып қойға болмайды. Онан кейін жаңағыдай өзің хақыңды ойлап, әйелге өтірік айтуға болмайды. Жаңағы мыналарда түсініп отырған бойынша, ажырасып кеткеніне 1 жыл болды, енді сен талақ үйленетін болсаң, зина жасаған боласың дейді, ондайды хақы жоқ. Әйел кісі талақ алғаннан кейін 3 қайыз өткеннен кейін үйлене берем десе, Құдай рұқсат беріп қойған. Әлбетте күйеуіне қайтса, өз бірінші күйеуімен жарасып тұрып кетімсе, абзал. Бірақтан әйел кісінің жүз сұралады өзі. Қайтпайын десе өз ықтияры өзінде. Өз ықтияры өзінде. Бірақтан бірінші күйеуіне қайтып жатса жақсы. Сондан ол жаңағы уже иддасы өткен әйел кісі талақ алғаннан кейін оған басқа біреу үйленсең зина жасалсын деген онда үкім жоқ. Ол жалған үкім болып қалады. Сол үшін айтатын бауырлар, өте сақ болайықшы бұл нәрседе. Ертең Құдайдың алдында сұраламыз. Өте қатты сұраламыз. Қыл көпірден өткен кезде аманаттар сұлады дейді. Аманатқа жауап бере алмаған қыл көпірден құлайды дейді да. Білесіздер ме қыл көпірдің не екенін? Оның атын естіген кезде қорқып кететін болған сахабалар. Атын естудің өзінен қорқып, ол деген тозақтың үстіне тартылған көпір. Анау батқан кезде тегі 2-9 этаж жолдың ар шетімен бер шетінде тұрған, оң шетімен сол шетінде тұрған, соның үстіне арқан тартып алып үстінен өт десе өтпейміз. Ал тозақтың сондай биіктігінде тұрған қыл көпірдің үстіне шыққан кезде әйеліңіз аманатқа берген еді, ақтадың бақтамадың ба сұраған кезде, сол жақтан ұшып кетіп жүрмейік бауырлар. Сол сияқты әйел кісіге айтатынымыз сол, Құдайдың хақсын қорықсын, ер кісіге үйленгеннен кейін батқандай оның да кемшіліктерін кешіре біліп, отбасын сақтап қалуға, бәрі бір күйеуден екінші күйеуге, үшінші күйеуге шыққан кезде одан бәрі берекет алынбайды. Сол бір адамның ризалығын тауып, соның бір дұрыс шариғат дұрыс кететін соны ұстауға тырысуымыз керек. Аллахтың шариғатымен жешейік. Үйленсек те шариғат бойынша талаптар хақсын дұрыстап үйленейік, талақ берсек те дұрыстап үйленейік, жақсы күйде үйленіп, жақсы күйде ажыраса білуді тұрсыңыздар, егер шариғат болса. Әлбетте некені сақтау үлкен құлшылықтың бірі болып саналады. Жақсы, Алла сіздерге баршаңызға берекет берсін. Мұсылман бауырларымыздың баршасының отбасына береке берсін. Шайтан азабынан сақтасын, ізгілікке бастасын.